Біз осы атом электростанциясы бізге не үшін керек? Біз дамып келе жатқан мемлекетпіз. Біз дамушы мемлекетпіз. Біздің мемлекетіміздің перспективасы жоғары. Біздің экономикамызда әлі де бұлайша біздің еліміздің дамуы үшін пайдаланылмаған нәрселер өте көп. Соның ішінде осы өндірісімізді дамыту, қайта өңдеуді дамыту, одан кейін жер асты байлығын алып қайта өңдеу, яғни өндіріс. Бізде қазір осы мәселеге бағытталды. Шетелден келіп отқан көптеген инвесторлардың қаржысы, біздің мемлекетіміздің өзіміздің қаржысы осы экономикамызды көтерудің негізі болып есептелінетін сол жаңағы айтып жатқан өңдеу, өндіріс саласына құйылып жатыр қаржының барлығы. Бірақ ол өндіріс саласын дамыту үшін ертең электр энергия керек. Электр энергия болмаса бірде-бір өндіріс дамымайды. Оны өздеріңіз білесіздер. Жер асты байлығы да алынбайды, өндірісте дамымайды, қайта өңдеу де болмайды. Керек болса осы сіздермен біздер жеп отырған, пайдаланып отырған нанымызбенен етімізді, сүтімізді пайдалану үшін, алу үшін электр энергиясы керек. Сол электр энергиясын тұтыну жылдан жылға көбейіп бара жатыр.